Сол 2007 жылдағы табысқа қайта оралу үшін аға, сізге қанша жыл уақыт керек? Мәселе мақсатта ғой, мен ондай мақсатымда да жоқ. Сол тағы да миллиардер болсам екен, осындай ақша тапсам екен деп. Жоқ, мен мүлдем өзімнің мақсаттарымды өзгерткем, өйткені бастапқы кезде адам іс жасайм дегенде, бизнес жасайм дегенде, ол бірінші таңдау жасау керек. Ол не жетістік жолын қуып кетеді, не бақыт жолын қуып кетеді. Егер адам жетістік жолын қуса, оған ресурс жетіспейді, ақша жетіспейді. Оған күнде көбірек өнім шығару керек, көбірек ақша табу керек, бәрі көбірек. Сосын бір сағатта көбірек жұмыс істеу керек, ол жүгіре бастайды. Сондықтан көп жастар менен сұрайды, қысқа уақыттың ішінде қалай көп жұмыс істеуге болады деп. Мен айтам, ол сендер дұрыс жолды қуып жатқан жоқсыңдар, сендер стресс жолын қуып жатсыңдар. Сендер ертең өздеріңді стресске тығып жібересіңдер. Ал енді бақыт жолын қуған адам, ол жүгірмейді. Түсінікті. Жетістік жолын сіз қанша жыл қудыңыз? 19 жыл. Жетістік жолын қудыңыз? Иә. Содан кейін барып бақыт жолын іздей бастадыңыз ба? Иә, өйткені мен 90 жылдары мысалы ойымызда тек қана ақша болды, байлық болды. Сол жылдары орнатылған ережелермен жұмыс істедік. Ережені бұзған емеспін мен өмірімде. Сол айтты ма, бизнес жасаңдар, байыңдар деп, мен бизнес жасадым, байыдым. Сосын сөйтіп миллиардер болдым. Миллиардер болғаннан кейін енді миллиардердің өмірі енді шексіз ғой. Не істесең де бәрі қолыңда. Бірақ мен байқағаным, қанша көп жұмыс істесем де, қанша көп жетістікке жетсем де, қанша көп ақша ұстасам да, ол мен бақыттылығымды 1 грамм көбейткен жоқ. Кейбір күндері мен миллиардер болып жүріп, қайта бақытсызбын деп ішкі сезім сондай пайда болды. Өйткені мен бір қарапайым армандарым болды да, мынау мысалы Жібек жолы көшесімен жүріп, анау көшеде салып отқан суретшілердің несіне қарап, уақытымды соған қарап отырсам ба деген, ешқандай жаңа телохранительдерім болмаса екен, ешқандай шопырларым, артында жүрген шопырларым болмаса, жай өзім қолмен жұмыс істегім келеді да. Қарапайымдылыққа қол жетімсіз болып қалды. Иә. Ақша сізді қаншалықты өзгертті? Мен ойымша мені ақша өзгерткен жоқ. Мені қайта осының бәрін алып қойғаннан кейін сол өзгертті. Мен өз бақытыма оралып келдім. Мысалы университетте студент болып жүргенде мен бизнесмен болам деп армандағам. Мен өмір бақи бизнесмен болдым, жұмыс істедім. Мен ақшаны ешқашанда мақсат ретінде алдыма қойған жоқ. Бірақ айтып отырмын ғой, жетістіктерге жету сол нем болды, негізгі мақсатым. Жетістіктер арқылы ақшалар келіп жатты. Иә, ақша келе береді, ол жай құрал, мен оны қарап жатқан жоқпын, қанша келіп жатыр. Енді былай есептейсің ғой, мен мынандай аллегориям бар да, ақша деген ол артта шығып жатқан, машинаның артындағы шығып жатқан газ, айна ол бухгалтерия. Сен қанша шығып жатқан газыңды көресің. Мысалы, бухгалтерия кешке не болғанын айтып береді саған, 1 ай бұрын не болғанын айтып береді, 1 жыл бұрын не болғанын айтып береді, 5 жыл бұрын не болғанын айтып береді. Бірақ бүгін кешке не боларын айта алмайды. Сондықтан бухгалтерия ол артқа қарайтын айна. Сол артқа қарайтын айнаға қарап, анау машинаның артынан шығып жатқан газды қарап отырсаң, онда бірінші столбы сенікі ғой. Сондықтан алға қарау керек. Алға, анда-санда ғана айнаға қарап, анау газдар не болып отыр, шығып жатыр ма, шықпай жатыр ма. Сол сияқты бухгалтерияға анда-санда қарап, не болып, пайдам бар ма, жоқ па деп алға жүре беру керек. Бірақ негізгі адамның барлық назары алға ұмтылу керек.